Менің аты жөнім Айбол Тұрсынғожин. Мен футболды жақсы көрем. Өлең де жазамын. Домбыра да шертемін. Уақытымның көбісі оқуға кететін, бірақ өмірімде бір нәрсе жетіспей тұрғандай сезінетінмін. Мен болашақта кім болатынымды білмедім. Кастинг өтіп жатқанын ести сала, бар жұмысымды тастап осында келдім. Енді әр апта сайын мен редакциядан қай мамандықты игеру туралы тапсырма алып тұратын боламын. Олай болса, мен өмірде қандай іске қабілетім бар екенін анықтап алуым керек. Бірнеше күннен кейін жақын досымның тойына барам. Кез келген салтанатты кеште киіміңде мың болмауы қажет. Ал бүгін мен сол тойға киетін аяқ киімімді өз қолыммен тігемін. Аяқ киім өндірісінің тарихы тым тереңде. Мәселен, алғашқы кебістер күнделікті пайдаланатын заттардан жасалған. Мысалы, үндістер аяқтарын каучук өндірілетін гевей өсімдігінің шырынына малатын. 2 сағат өткеннен кейін ол су өтпейтін резеңке аяқ киімге айналатын. Бір қызығы, 16 ғасырға дейін оң аяқ киім немесе сол аяқ киім деген түсінік болмаған. Тек 1792 жылы етікші Джеймс Смит аяқ киімдердің өлшемін ойлап тапқан. Оның сол заманда ашқан әдісі әлі күнге дейін қолданыста. Ал кебістердің табанын алғаш болып гректер жасаған. Ежелгі Римде аяқ киімдердің түсі адамдардың талғамына емес, жыныстық ерекшелігіне қарай таңдалған. Яғни әйелдер ақ, ал еркектер қара кебіс киетін. Салтанатты мерекелерде көбінде қызыл күрең түсті кебістерді киіп шығатын. Ассаламағалейкум. Уағалейкум. Мен Айбол деген азамат. Бүгін аяқ киім өнерінің қыр-сырын үйренгім келеді. Маған үйретесіздер ме? Әрине, мархабат. Қиындығы мол етікші жұмысын атқаруда маған аға моделер Қонысбек Ералыұлы көмектеседі. Көп жылғы тәжірибесінің арқасында шебер кез келген кебісті оңайлықпен тігіп бере алады. Біріншіден, сіздің аяқ киіміңіздің өлшемі аяғыңыздың үлгісіне қарай қалыпты таңдап аламын. Өлшеміңіз неше? Менде 41. Да? Аяқ киім тігерде алдымен бәтеңкенің үлгісі таңдалып, содан кейін былғары мен туфлидің өкшесі дайындалады. Таңдау Оксфорд үлгісіндегі аяқ киімге түсті. Ол нағыз салтанатты кештерге арналған сәнді бәтеңке. Мінекей, мына кісі бізде модельер. Саламатсыз ба? Қайырбек қызы. Таныстырып өтейін. Айбол деген жас азамат үлгі таңдап, аяқ киім қыр-сырын меңгергісі келеді. Бұнда біріншіден толықтай қалыпты қағаз желімен тұтастай етіп жабамыз. Осы қағаз желінің үстіне таңдап алынған аяқ киімнің суреті салынады. Суреті ғана салынып қоймай, осы жерде барлық көмекші сызықтар толыққанды сызылып, керекті нүктелер қойылып, осыдан аяқ киім бөлшектерін кесіп алынатын үлгі дайындап шығарамыз. Осы үлгі бойынша біз енді кесілетін терінің үлгілерін шығарамыз. Мынау бізде көріп отырғаныңыздай қойма. Бұл жерде аяқ киімге керекті барлық заттар сақталады. Яғни былғарлар, ішіне салынатын үлбірлер, табандары. Яғни бұл жерге келіп отқан себебіміз аяқ киімге сіздің таңдаған аяқ киіміңізге былғарыны таңдау. Осы жерден былғарыны таңдаймыз. Мына жерден шертіп жүріп таңдай беруімізге болады.
Аяқ киім тігерде көбінесе ірі қара малдың терілерін пайдаланады. Бірақ көзіміз бізді алдайтын кездерде болады. Яғни сыртынан қолтырауының терісіне ұқсайтын заттар шын мәнінде бұқадан тігілген киімдер болып шығады. Қазір мен қолымда тұрған мынау ненің терісі? Бұл кәдімгі қойдың терісі. Мен осы былғарын таңдадым. Жақсы онда. Аха. Теріні таңдадық. Иә. Енді осыны кесетін цехқа жүреміз. Жақсы. Тәжірибелі шеберлер кез келген үлгідегі аяқ киімді дайындайды. Жаз мезгілінде тіпті үйреншікті былғардан бас тартып, қарапайым гипер матасынан сәнді жеңіл туфлилер өндіреді. Ең бірінші болып қойдың терісінен өзімнің аяғыма сәнді туфли тігуге дайындалып жатырмын. Бұл бастапқы менің жұмысым. Міне, енді мен өзімнің туфлиімнің бөлшектерін толықтай былғарыдан кесіп алдым. Кесіп алған бөлшектерді пышақтың көмегімен тігіске дайындап жонамыз. Бір-біріне екі бөлшек жақсы жатып тігілу үшін. Осы жұмысқа алғаш рет келгенде ең бірінші қандай аяқ киімнен бастадыңыз? Алғаш келгенімде әскери үлгідегі етіктерді жасадық. Содан үйрендік десек болады. Айбол, енді өзің пышақпен көріп атсың, қалай екен? Меніңше жаман емес, қолымнан әйтеуір барынша тырысып жатырмын. Әрине. Бұл жерде тәжірибелік тұрғыда қарап жатырмыз. Бірақ мынау пышақпен жонған әрине тігіске жарамайды. Осы шетін өңдеуді машинада жүзеге асырып көрсек қалай болады? Келістік. Мінекей, мына бөлшектен бастап. Басты мына жердегі пышақта өте абай болыңыз. Өте өткір пышақ. Бұл қаншалықты мөлшерде кіргізу керек ішіне? Негізі бұнда берілетін өлшем 8 мм және 1 см аралығы. 1 см аралығында, е? Байқап көрейік енді. Қолыңызға мұқият болыңыз. Былғарыны өзіңіз қадағалап отырыңыз. Болады. Әрине басында бәріне қиын. Мінекей. Кесіп алдым. Мінекей. Енді менің былғарым жараусыз болып қалмау ма? Бұл бөлшегі жараусыз болады. Аяқ киім тігерде бәріне мұқият болған абзал. Себебі бір қателік жіберсең, ол жұмысты қайтадан басынан бастауға тура келеді. Аяқ киім ыңғайлы, әрі аяқты қажамас үшін етіктің биіктігін дұрыс белгілеу қажет. Әдетте жас мамандар стандартты үлгілерді пайдаланады. Ал тәжірибелі етікшілер болса, көз мөлшерімен ақ былғарыны кесіп, бөлшектерін бір-біріне жалғап тіге алады. Ендігі біздің жасайтынымыз аяқ киім бөлшектерін тігіске дайындап алдық. Енді бұнда Не істеу керек енді? аяқ киімде бау салатын жерлері болады ғой? Иә. Кәдімгі. Сол бау салатын жерлерінің тікпес бұрын соң бәрін дайындап аламыз. Бау өткізетін жерлерін тесіп, терінің айналасын жонып болғаннан кейін, оның барлығын біріктіріп тігу шарт. Бүгінде заманауи тігін мәшинелерінің арқасында оны небәрі 2 сағатта жасауға болады. Менің істеп жатқан жұмысым сіздің көңіліңізден шығып жатыр ма? Әрине шығады. Бірінші шәкіртім өзіңсің деп айтуға болады. Қазір өзімде бір керемет сезімдемін. Осы мамандықта жалпы ер азаматтар көп жұмыс істей ме, жоқ әйелді адамдар көп жұмыс жасай ма? Жалпы бұл жұмыста түрлі қырлары бар. Тігу жағында көбінесе басым көпшілік әйелдер жұмыс істейді. Жаңағыдай тарту, шеге қағу, жаңағы қолдың күшін қажет ететін жұмыстарда әрине еркектер жұмыс жасайды, ер азаматтар. Өзіңіздің қолтаңбаңызды салып жіберіңіз. Бәрекелді. Кішкене тесік кеткен болмаса, жалпы тігістің жалпы үйренуге болады. Басында менде қажетті бұрыштар табылмады. Шеберлердің айтуынша қолды икемге келтіріп алып, кесіп, тігетін жерлерді сезіне білу керек. Аяқ киім жасаудағы ең қызықты бөлімге келдік деп айтсам толықтай болады. Бұл жерде бағанадан бері аяқ киімнің бөлшектерін ұстап жүрдік. Ешқандай түсініксіз болғанда шығар өзіңе де тігіп құрастырдық. Қазірде түрі
айтарлықтай күшті деп айта алмаймын. Барлығы қазір қалыпқа кигізіп, тартқаннан кейін өзінің белгілі жаңағы қалпына келіп, дайын аяқ киім шығады. Осы қалыпқа біздің жартылай дайын болған бұйымымызды кигіземіз. Қонысбек, меніңше болып қалды. Кәнекей, Көрсеңіз болады. олай болса, мынау менің істегеніммен, Ал, болдың істегенін мен көрейік. істегенін көріңіз. Мінекей, өзіңіз көріп тұрғандай, мына жердегі тұрған қыртыстар, міне ішінде ауа қалған. Бұл жерлер аяқ киімнің, былғарының толықтай тартылмағандығының белгісі. Меніңше, бірінші жасап жатқан шәкіртке бұл әрине жалпы қуанарлықтай жағдай. Бүгінде етікшілер кебіс жасау үшін тек дәстүрлі әдістерді ғана қолданбай, жаңа технологияны да меңгерген абзал. Мәселен, шебер сәнді аяқ киімнің үлгісін әзірлеуден бөлек, түрлі тігіс және материалды созу сынды әдістерді білгені жөн. В обувной отрасли работают. Аяқ киім саласында ерекше адамдар жұмыс істейді. Олар өз өндірістерінің жанкүйерлері деп айтсақ артық емес. Жұмыстың әрине өз қиындықтары да бар. Себебі түрлі механизмдер, құрал жабдықтар, агрегаттар дәл сол жақта қолданылады. Оборудование. Етік өндіріс саласында еңбек ету үшін модельер дипломы қажет. Бұл мамандықты меңгеруде дизайн колледжінде білім алсаңыз болады. Сонымен қатар, бүгінде арнайы курстар мен дайындық сабақтары да бар. В течение месяца мы можем... Бір ай ішінде мамандарды дайындап шығарамыз. Уақыт аралығы таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін. Біздің оқыту кезеңдеріміз келесі үлгі бойынша құрылған. Демек, түске дейін теориялық білім, түстен кейін тәжірибе жүзінде өтеміз. Қазір Қазақстан нарығында отандық өнімдерге деген сұранысты жоғарылату үрдісі қолға алынды. Мәселен, аяқ киім тігетін зауыттар мен фабрикалар мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, ірі тапсырыстарды орындайды. Онымен қатар тек өндіріс көлемі ғана емес, жұмыс орындарында ұлғайтып келеді. Жеңіл өнеркәсіп секторы алғашқы 5 жылдық индустрияландыруда жыл сайын ілгерілеп келе жатқандығын көрсетті. Демек, шығарылған өнімдер көлемі 4 жыл ішінде 2,5 миллиард теңгеге жоғарылаған және 14 жаңа өндіріс орындарын іске қосып, қосымша 2,5 мың жұмыс орнын ашты. Любого гражданина, например, Казахстана. Кез келген Қазақстан азаматының барлық мүмкіндігі бар. Ол өз ісін, фирмасын еркін аша алады, өзіне лайықты бағыт таңдай алады. Мемлекет тарапынан ешқандай кедергі жоқ. Керісінше, мемлекет шағын және орта бизнеске көмегін аямай отыр. Никаких препятствий нет. Филиппиндік аяқ киім тігушілері 2002 жылы ең үлкен қос кебіс жасап, өз шеберліктерін әлемге паш етті. Бір қызығы, әр бәтеңкенің ені 2 метрден асады, ал ұзындығы 5,5 метр, биіктігі шамамен 2 метрді құрайды. Мұндай өлшемді аяқ киім бойы 37 метрден асатын алып адамға тура келеді. Кәне, мен қарап көрейін. Яғни, бүгінгі шәкіртімнің жұмысы толықтай көңілімнен шықты. Мына өзіңнің таңдап, үлгілеп аяғыңа жасалған аяқ киімің құтты болсын, игілігіңе ки. Рахмет. Халқымызда дос басқа, дұшпан аяққа қарайды деген сөз бар. Аяқ киім таңдарда тек үлгісіне ғана емес, аяққа жайлылығына да назар аударған абзал. Тіпті етікшілер арасында аяқ киімге байланысты мақал да бар екен. Аяқ киімсіз адам тамырсыз ағашқа тең деген. Олай болса, осы қағиданы сізбен біз естен шығармайық. Маған берілген тапсырманы орындап шықтым. Әрине шебердің көмегімен. Енді келесі бұйрықты күтем. Қалаулы мамандық бағдарламасын көріңіздер. Және әр мамандықтың өз иесі бар екенін естен шығармаңыздар.